бройлер тауықтың жұмыртқалары инкубационный Беларусиядан келетін рост 308 болады. Ет бағатында етке өсіресіздер, 45 күнде сойып етке сатасыздар, немесе етін үйде сойып жейтін боласыздар. Осындай бройлер тауықтың жұмыртқалары рост 308. Олардың оплоттары 80%, 100 жұмыртқаның ішіне 80% шығу керек, 83 күнге. Осындай бройлер жұмыртқалары іздегендер болса, маған хабарласыңдар. Қазақстан барлық қаласына отправка бар. Бұдан бөлек ломан бұрын жұмыртқалары болады, қазір емес, бірақ сезон бітіп жатыр. Бройлер жұмыртқалар олар тоқтамайды. Бройлер жұмыртқалар жылы 12 ай тоқтамастан келіп тұра береді. Аптасына 1 мәрте келеді. Кейде 2 мәрте болады. Осындай инкубационный бройлер жұмыртқаларын іздеп жүргендер болса, маған хабарласыңдар. Бізде оплот сол 80%. 150 теңгелік, 120 теңгелік жұмыртқаларға қызығып, ондайға көп ала бермеңіздер, кеңес бермеймін. Өйткені клиенттер хабарласып, сол жұмыртқаны алып едім, бәрібір 150 теңгелік жұмыртқалар алып едім, сапасы жоқ. 50% шыға ма, шықпай ма деген сияқты. Солай қылып хабарласып, қайттан менде заказға беріп жатқан кісілер бар. Өздеріңіз көресіздер енді. Алам дейтін болсаңыздар, хабарласыңыздар. Бастан барлық қаласына отправка бар. Пойызбен аптасына 1 мәрте жіберіп отырамыз. Сол аман болыңыздар, хабарласыңыздар.